Құрметті халайық, Зеленский ашық түрде жауап берді. Яғни осы кезге дейін мына 17 ақпанда өткен Женевадағы үлкен келіссөз, ақш-тың арағайындығымен өткен Ресей мен Украинаның арасындағы соғысты тоқтатуға байланысты келіссөзге келуге байланысты өткен келіссөз кезіндегі әңгімелерді талқылай келе, бұл жерде ең үлкен мәселе айтылды. Бұл жер мәселесі. Осы кезге дейін Кремль талап етіп келген болатын. Ресей әскері жаулап алған территориялардан бас тартпайтын. Енді қараңыздар. Донбасс, Донецкке ықпал ету, оған билік ету тұрғысынан екі тараптың пікірі екі түрлі. Ресейліктер Донбассқа ықпал еткісі келеді, алайда Зеленский бұған қатқыл түрде жауап берді. Бұны халық кешірмейді. Егер де қазір Зеленский билігі осы кезеңде сынып қалатын болса, яғни Американың болсын, Путиннің болсын ығына жығылып, біз шаршадық, халық шаршады, әскерлер қырылып жатыр, экономика күйреп жатыр, сондықтан соғысты тоқтатып Донбастың билігін Ресейге береміз десек, онда бұны кейін Украина халқы кешірмейді. Маған да кешірмейді деді, және Америкаға да кешірмейді деді. Яғни Зеленскийдің алдымен AXS-ға берген сұхбаты кезінде не айтқан оқып берейін, содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. Украина президенті Зеленский AXS-ға берген сұхбаты кезінде былай деді: халық мұны ешқашан кешірмейді, ешқашан олар мұны маған да, ақш-қа да кешірмейді. Бұл біздің еліміздің бір бөлігі. Ондағы азаматтар да, туда, жерде бәрі біздікі деді. Құрметті халайық, міне көріп отырсыздар. Зеленский Донбастан бас тартпайтынын, тіпті бас тартқан күннің өзінде де кейін халық мұны кешірмейтінін айтып отыр. Ал ресейліктер болсын, украиналықтар болсын, бұл соғыстан әбден шаршады. Бірақ білесіздер ма, Зеленскийдің бұндай жауап беруі таңданатында нәрсе емес сияқты, өйткені азуын айға білеп отырған Американың өзінің айтқан тыңдамай, естеріңізде шығар, Трамптың Ақ үйде болған үлкен келіссөз кезінде Украинаның пайдалы қазбаларына көзін алатқан Трампқа, Украинаның пайдалы қазбалары болсын, ондағы америкалықтардың мүддесі үшін қалай дегенмен соғысты аяқтауға тырысып жатқан Трамптың сөзін елемей, Ақ үйдің есігін тарс жауып кетіп қалғанын. Бұны асқан ғалымдық, асқан білімділік емес, менің ойымша бұл мінез. Зеленскийде мінез бар. Бұндай мінез мемлекет басқарып отырған, әсіресе елді басқарып отырған, миллиондаған халықты басқарып отырған кейбір басшылардың бойында бұндай мінез жоқ. Бұл нағыз жауынгерлік мінез, ер жігітке тән мінез. Бұндай мінез мойындау керек, кейбір мемлекет басқарып отырған басшыларда кездеспейді. Зеленский өзінің халқының ұлтарақтай жері үшін күресіп жатыр, және сол ұлтарақтай жерден бас тартпау үшін барын салып жатыр. Тіпті ол Америка бола ма, Ресей бола ма, Қытай бола ма, кім болса да Украинаның ұлтарақтай жері үшін бәріне де барып дайын отыр. Тіпті мынадай келіссөз кезінде де Зеленскийдің мынадай мінез көрсетуі Трампты енді қалай ашуландырып жатыр екен. Трамп өйткені бұл келіссөзге қалай дайындалды, оның өкілдері қалай дайындалды, ал Путин не ойлап жатыр екен. Зеленский нағыз мінез жігіт екені байқаған шығарсыздар. Тағы да айтам, бұндай мінез мемлекет басқарып отырған басшылардың кейбірінде тіпті жоқ бұндай мінез.